кеше іздестіру салып едім ғой бір адамдарға. Ойламаппын бір күнде жылдан табылады деп. Қандай сервисқа рахмет айтсам екен. Отсын қарасаңыздаршы мына қыздың тауып алдым. Іздеп жүріп жүрсе. Артынан қуып жұмыс істеп отыр. Қазір жұмысын бітсін, сосын көрсетемін. Және де қазір мен айта кеткім келіп отыр да, менен алдында сұраған жандар 2023-ке қандай табыс көзін ұсынар едіңіз, болмаса өзіңіздің бизнесіңізді қалай жүргіздіңіз, қалай бастадыңыз деген жандарға бір бизнес ұсыныс келіп отыр ойыма қазір. Қазір емес, енді бірнеше уақыттан бері ойлап жүргем, соны тұжырымдап отырмын. Бизнес жоба, бизнес ұсыныс сіздерге. Манка агу, это естественно. Сидя ахпайма? Вообще такое. Это естественно, ол күн суық. В общем, біз метромен жүреміз деп ұйғардық, потому что өте үлкен пробка болып жатыр. 10-бальный шкаламен. В общем, осылай. Шапкам бытшып, ладно, суынан жылуып киіп алдық. В общем, күн деген өте суық. Мынаны үйге шақырып алып, дедовщина жасап жатыр. Массаж сөйтіп қойған ғой. Болмайсың ғой, қонақ келіп алмайсың. Суығанда несін қойдым. Дедовщина дейтін айтып. Үйге телевизор қостырып та қайтып. Мен шашым жасап болдым. Мен анда адамдардың қатарынамын да. Бірден ұнап келеді да сетем да, сосын өкініп отыратын адамдардың қатарынамын. Мысалы шашымға қара дегенім. И бүгін біз ұрыспай тату болып отырайық, қыздар. Бүгін 3-4 адам кетіп қалады. Мүмкін ол бұлбұл. Мүмкін Меруерт. Мүмкін Шұғыла. Сол үшін бүгін тату болып отырайықшы. 5 ай өттік қой бірге. Сол. Нағыз вайп осындай. Аринамен бірге шахмат ойнайын деп жатырық. Чашка ғой бұл, иә? Чашка. Бүгінгі образ менде осындай нюдовый цветте. Қараңыздар, қандай нәзік қылып көрсетіп тұр мені. Денталь Алматы алдыңғы жұма күні киген образдарда жалпы барлық киімдерім эфирге киетін тек қана дентальден. Білесіздер, мен өзім шағын студиям бар, МК эстетик, және де мен оны енді помещениені арендаға алып отырған жайым бар. Кеше арендада әйтел маған аяқ астынан арендамның қымбаттағанын айтты. Сонымен бір күн ішінде ақша табу қиын болды. Сол себепті де енді әрі іздедім, бері іздедім. Сонымен бір достарымнан көріп қалдым да, Telegram бот ойынын қосымша табыс табуға болатынын. Сонымен кіріп көрдім, табыс реально табуға болады екен. Сол жақтан ақшамды снимать етті. Бірден түсіндіріп кетейін. Маған қазір Даритке уже хаттар келіп жатыр. Лохотрон, қайттан алдап жатсыңдар сендер деп. Жоқ, бұл ешқандай да алдау емес. Мен сіздерді алдамаймын. Қараңыздар, бұл Telegram бот арқылы ақша табу деген қалай? Ешқандай ақша салмайсыздар. Тек қана Telegram сіздерге мен қазір арнайы ссылка қалдырамын келесі сториста. Және де көрсетемін қалай ойнатылатынын. Сіздерге Telegram ссылка беремін, сол жаққа өтесіздер, және сіздерге Telegram арнайы тапсырмалар береді. Каналдарға тіркелу, я болмаса достар, осылай кіресіздер, кіргеннен кейін осылай сіздерге шығады. Мен кеше ойнаған болатынмын. Мына жерде начать дегенді басасыздар. Одан кейін сізге тіл таңдау еркіндігін береді. Мен қазақ тілін таңдайын, сізге түсінікті болу үшін. Ақша табуды бастауды басамыз, және табыс дегенді басамыз. Ары қарай сізге бірнеше жолдарын айтады. Досты шақыру, каналға қосылу, постты қарау. Маған осы каналға қосылу жеңілірек болғаннан кейін, уақытында азалғаннан кейін осыны таңдаймын. Ары қарай осылай сіздерге оператив канал деп шығады. Подписка жасайсыз. Артқа шығамыз, және де одан кейін жазылымды тексеру дейміз. Все. Сізге мінеке 800 теңге есептелді дейді. Ары қарай келесі каналға өтеміз. Қайтадан подписка жасаймыз. Және де дәл осылай подписка жасағаныңыз үшін сізге ақша түсіп отырады, бар жоғы.